Құрметті оқырмандар, биыл қазақтың көрнекті ақыны, қоғам қайраткері Кәкімбек Салықовтың туғанына 90 жыл. Осыған орай қазақ поэзиясының жескиегі атты әдеби онлайн сағатын назарларыңызға ұсынамыз. Кәкімбек Салықов 1932 жылы 22 қаңтарда Еңбек ауылы Шал Ақын ауданында Солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келді. 2013 жылы өмірден өтті. 1947 жылы Көкшетау қаласындағы 21 мектепте орташа білім алып, Сырымбет тауы бөктерінде қазақ орта мектебін бітірді. 1955 жылы Мәскеудің түсті металлургия және алтын институтын бітіргеннен кейін Жезқазған кенішінде кен мастері, учаске бастығы, Қаныш Сәтбаев атындағы Тау-кен металлургия комбинаты парткомының хатшысы, Қазақстан халықтық комитетінің бірінші хатшысы, Жезқазған комитетінің екінші хатшысы қызметтерін атқарды. Көптеген лауазымды қызметтерде жұмыс жасады. 1984 жылы Өзбекстан бюросының мүшесі, Қарақалпақ облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы, одан да жоғары лауазымды қызметтер атқарды. Біздің абонементтік қамтамасыз ету бөлімшесінің қорында Кәкімбек Салықовтың 10-нан астам кітаптары бар. Алғашқы өлеңдер жинағы 1977 жылы Сыр деген атпен жарық көрді. Сол жылы Жескиек атты жыр жинағы орыс тілінде аударылып жарияланса, 1981 жылы Қырғызстан баспасынан Нұрлы күндер кітабы қырғыз тілінде, 1983 жылы Ғафур Ғұлам баспасы Жескиек жинағын өзбек тілінде шығарды. Букветке реквием, Эдельвейс, ғасырға тең бір мезет, Че Гевара атты поэмалары орыс тіліне аударылды. Кәкімбек Салықовтың қазақ поэзиясына қосқан үлесі шүбәсіз. Оның сөзіне жазылған көптеген әндер қазіргі таңда қазақ репертуарынан орын алып келеді. Кәкімбек Салықов Дала, Қырандар, Гәкку, Жескиек, Есенкүл, Тәттімбек, Домбыра, Қарақалпақ, Кенесарының соңғы сөзі секілді көптеген поэмалардың авторы. Ақын жемісті еңбегін бүгінгі күнге дейін талмай жалғастырып келеді. Соңғы жылдары оның ой толғақ, сырғалы сонеттер, күзгі шуақ, күзгі сарын, сенсің елдің данасы, әлемнің 8-ші ғаламаты, Мағжанға тағзым сияқты кітаптары жарық көрді. Маяковскийдің Ленин поэмасын, Пушкиннің өлеңмен жазылған Евгений Онегин романын, Лермонтовтың, Полонскийдің, Ғамзатовтың, Алдан Семеновтың, Наровчатовтың, тағы да басқа көптеген ақын жазушылардың шығармасын қазақ тіліне тәржімалады. Қазіргі таңда Кәкімбек Салықовтың әндерін көптеген белгілі эстрада жұлдыздары орындап келеді. Жұманиязов, Тілендиев, Бесеуов, Хасанғалиев сияқты композиторлар ақынның көптеген өлеңдеріне ән шығарды. Жескиек, Сағыныш, Аққу әні, Үш арыс, Бір ауыз сөз, Оқ жетпес, Көкшетау, Жамбыл ата сынды туындылары халық әніне айналып кетті. Олай болса, құрметті оқырмандар, ендігі кезекте Кәкімбек Салықовтың өлеңдеріне кезек береміз. Бұл өлеңдерді сіздерге тарту ететін Ақтөбе гуманитарлық колледжінің студенттері. Кәкімбек Салықов өмір сыры. Уақыт емес, біздер өтіп барамыз. Кешегінің бәрі ертегі, бәрі аңыз. Артта қалар өшпес белгі тастауға адамшылық бір кірпішін қаламыз. Даналарға жұлдыз шырақ жағамыз. Көз ашыққа үлгі өнеге табамыз. Жамандық пен жақсылықтың арасын айқындауға жетсін ойлы санамыз. Ұлыларды ұлы төрден табамыз. Ақымақтан асылды ақтап аламыз. Арасында пайда тапқыш құлдардың әрекетін жанған отқа саламыз. Уақыт санап қалар тарих анамыз. Беріледі ертең әділ бағамыз. Жол көрсетер адал, таза тірлікте туған елдің тағдырына қарамыз. Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын. Қайтпады деп жұртқа еткен жақсылығын. Сен жыладың, бір қатты соғып қалдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға. Басыңдағы бөрік пе, орамал ма? Көтерғане басыңды, қалай бұның? Мұз боп еріп кеткен бе бар айбының? Көтерғане басыңды, күніңді босқа өткізіп педің? Тағдырың неге сыр айтты сараң?
өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкі мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп? Кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды деп, асылды қорлатпайды деп? Қиналып бекер алаңдадың-ау, ойыңды шығар өріске, өзің ағачы ғаламда мынау, жеңудің бәрі жеңіс пе? Жеңіске арман жеткізіп пе едің, өз сорын өзі жеңбесе? Өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше. Құрметті оқырмандар, назарларыңызға рахмет. Халқына өшпес із қалдырған Кәкімбек Салықовтың есімі халық жадында мәңгі сақтала бермек.